Жамбыл облысында 25 жастағы азаматты өлтірді деп айыпталған учаскелік инспекторларға бүгін сот үкім кесті. Полицияның экс-капитаны Ержан Қуанышбековтың марқұм Ерік Төреғұловты өлтіргені дәлелденіп, ол 9 жыл жаза арқалады. Марқұмның жақындары шешіммен келіскенмен, осы қылмыстық іске қатысы бар тағы 2 полицейдің әлі күнге дейін бостандықта жүргеніне наразы. Сондықтан сотталушының сыбайластарында түрмеге тоғытуды талап етуде. Естеріңізге салсақ, оқиға биыл шілде айында Тұрар Рысқұлов ауданында болған. Өз үйлену тойының ертесіне туыстарымен таудағы су қоймасына шомылуға барған Ерік Төреғұлов күзетшімен жағаласып, сол жерден 3 полицей оны көлікке салып күштеп әкетеді. Артынша мәшинеге мінген 25 жастағы жігіттің өлі денесі ауруханаға жеткізілген. Сараптама марқұмның асқазанындағы ұйқы безі жарылып, ішіне қан құйылғанын растады. Әрі миына да қан кетіп, көз тамырының жарылғанын көрсеткен. Яғни ол азаппен өлген дейді әкесі. Сондықтан баласын жауыздықпен өлтірген инспекторларды түгел жазаға тартқызбақшы. Жандағы екеу Ауранбеков, Искандиров. Сол екеуі мен прокуратурадан сұрағанымда оларға басқа тергеу істер жүріп жатыр, амалдар жүріп жатыр деген, бірақ әлі оларға ешқандай жаза қолданған жоқ, олар қызметтерінде жүр.